Жасанды интеллект дегеніміз не? Ол мұғалім жұмысын қалай жеңілдетеді? Жасанды интеллект, Artificial Intelligence, бұл адамның ойын компьютерде бейнелейтін программалық жүйе. Яғни адамның логикалық ойлау қабілетін әртүрлі машинада іске асыру, оларды дербес ойлау деңгейіне жеткізу. Бұл жасанды интеллект мұғалімдердің орнын баса алады деген сөз емес. Ол бүгінде оқушы мен мұғалімге оқу процесін тиімді өткізуге көмектесіп жүр. Қазақстандағы мұғалімдердің басты проблемасы қағазбастылық. Қазір әлемнің көптеген елі жасанды интеллект көмегімен аналитика және статистика мәліметтерін жинауды автоматтандырмақ. Мысалы, Батыс Аустралия университеті Smart Campus бағдарламасын жасады. Онда күнтізбелік менеджмент, оқушылар базасы, электрон журнал және сабақ кестесі жинақталады. Жасанды интеллект уақыт өте келе қарапайым әдістемеге сүйенетін мұғалімдерге қауіп төндіреді. Неге десеңіз, 100 жыл бұрын ұлыбританиялық шахматшы Уильям Артур Уорд былай деген: жай мұғалім хабарлайды, жақсы мұғалім түсіндіреді, керемет мұғалім көрсетеді, ұлы мұғалім шабыттандырады. Демек, жасанды интеллект дәуірінде мұғалім тұлға болып қала береді, бірақ қарапайым әдістемеге сүйенетін ұстаз үшін бұл жерде орын жоқ. Тек керемет және ұлы ұстаздар мақсатына жетеді.